Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Excel кітабы бойынша 19 бетті өтетін боламыз. Модуль 2, екінші модуль, 5-ші жаттығу. Appearance and character. Appearance деген бізде сыртқы бейне, character мінез. Fill in. Мына жерде 1-ден 6-ға дейінгі сөздерді мына қатардағы сөздермен толтыру керек. Қандай сөздер? Eyes, көз, mouth, ауыз, hair, шаш, nose, мұрын, face, бет, lips, ерін. Осы сөздерді қазір көп нүктенің орнына қоюымыз қажет. Бірінші, curly, бұйра, wavy, толқынды, straight, тіке, spiky, тікенді, thick, қалың, long, ұзын, short, қысқа, brown, қоңыр, fair, ашық, gray, сұр. Бізде бұл шашқа қатысты айтылған теңеулер, сондықтан да көп нүктенің орнына hair деген сөзді қоямыз. Екінші, big, үлкен, long, ұзын, small, кішкентай. Бұл мұрынға қатысты айтылған nose. Үшінші, long, round. Long деген ұзын және round дөңгелек. Бұл жерде face сөзін қоямыз. Төртінші, big, үлкен, small, кішкентай, blue, көк, green, жасыл, eyes, көзге қатысты. Бесінші, small, white. Small дегеніміз кішкентай, white деген широкий, үлкен яғни. Бұл бізде mouth, ауызға қатысты айтылған, және thin. Thin дегеніміз жіңішке, full дегеніміз толық. Толық дегенде яғни полный. Lipsке қатысты айтылған. Келесі 6-шы жаттығу. List the words under the heading. Мына жердегі сөздерді бағанға толтыру керек. Height. Height дегеніміз бой, age жас, weight салмақ, looks сыртқы түр, яғни бетке байланысты айтылады көбіне. Қазір берілген сөздерді оқиық. Tall. Tall бізде ұзын деген мағынаны білдіреді. Ол бойға қатысты айтылады. Сондықтан да height-тың астына жазамыз. Мысалда берілгендей. Overweight. Overweight деген артық салмағы бар деген сөз. Ол әрине бізде weight-қа кетеді. Short, қысқа. Short бізде height-қа кетеді. Plump. Plump деген weight-қа кетеді, себебі ол толық деген мағынаны білдіреді. Орысша айтқанда пухлый. Thin жіңішке деген мағынаны білдіреді. Жіңішке, арық, сондықтан оны weight-қа жібереміз. Handsome, әдемі, сымбатты, ұл балаларға айтылады. Handsome, сымбатты деген мағынаны білдіреді. Ол әрине looks-қа кетеді. Slim, стройный деген мағынаны білдіреді. Бұл бізде weight-қа кетеді, салмаққа қатысты. Beautiful, looks-қа кетеді, әдемі деген сөз. Бұл қыздарға қатысты айтылады. Old, кәрі, әрине ол age-қа кетеді, жасқа байланысты. Ugly, looks-қа кетеді. Ugly деген ұсқынсыз деген мағынаны білдіреді. Fat, семіз деген мағына, ол weight-қа кетеді. Well built. Well built деген мықты. Ол weight-қа кетеді. Attractive, привлекательный, тартымды. Ол looks-қа кетеді. Young, жас, age болады. Middle age, әрине ол да age-қа кетеді. Of medium height. Бұл әрине бойға қатысты айтылғандықтан height-тың астына жазамыз. Енді 6-шы жаттығуды жасап, бағанды толтырып болсақ, келесі 7-ші жаттығу. 7-ші жаттығуда мен сіздерге мысалдарды оқитын болам, сондай-ақ оның толық нұсқасын описаниеге қалдырып кетем, соны мұқият қараңыздар. Бірінші, Dave is tall and slim. He has got wavy brown hair and thin lips.
Also, he has got long oval face and blue eyes. He is an attractive young man. Helen is tall and thin. She has got wavy blonde hair and full lips. 8-ші жаттығу. Бұл жерде сіздерге сын есімдер берілген. Соны, мысалы, funny деген сын есім күлкілі деген мағынаны білдіреді. Соның қарама-қарсы мағынасын белгілеу керек. Funny, яғни антонимін белгілейміз қазір. Funny-дікі boring болады. Funny қызықты, күлкілі болса boring, скучный, қызықсыз деген мағынаны білдіреді. Бірдей. Екінші brave, батыл деген мағынаны білдіреді. Cowardly сөзі қорқақ деген мағынаны білдіреді. 3. Hardworking, еңбекқор деген мағынаны білдіреді. Оның антонимі бізде lazy болады. Lazy жалқау. Lazy Town деген мультфильм болған болатын, егер естеріңізде болса. 4. Patient. Patient сабырлы, impatient сабырсыз. Honest шыншыл, dishonest шыншыл емес. Енді осы 8-ші жаттығуда астында сіздерге сөйлемдер берілген. Көп нүктенің орнына жоғарыда аталған сын есімдерді бірін қою керек. His dad is. He can wait for hours. Оның әкесі his dad is patient болады, сабырлы. Ол ұзақ сағат күте алады. 2. James is hardworking. He works long hours. James өте еңбекқор, ол ұзақ уақыт жұмыс жасайды. 3. The clown is very funny. He plays tricks on people. Клоун өте күлкілі, ол адамдарды күлдіреді. 4. Hua Mulan was a brave soldier. She wasn't afraid to fight. Hua Mulan батыл әскер болды. Ол күресуден қорықпады. 5. My sister is honest. Менің әпкем шыншыл. She always tells the truth. Ол үнемі тек шындықты айтады. Балалар, қазір сіздермен past simple тақырыбын өтеміз. Past simple өткен шақ деп аударылады. Regular and irregular verbs тақырыбы және де бірінші жаттығу ережені оқимыз. We use the past simple to talk about actions that happened at a specific time in the past. Past simple'ді өткен шақта нақты бір уақытта жасалған әрекет туралы айту үшін қолданамыз. Етістіктер не істеді, не қылды, қайтты деген сұраққа жауап беретін сөз табайы бәріміз білеміз не істеді. Енді осы етістіктердің негізгі 3 жағы бар. Осы шақ, өткен шақ және келер шақ. Қазір осы өткен шақта етістіктер ағылшын тілінде қалай жасалады, сол туралы әңгімелесетін боламыз. Ағылшын тілінде етістіктер 2 топқа бөлінеді: дұрыс етістіктер және бұрыс етістіктер деп. Дұрыс етістіктердің өткен шағы ed жалғану арқылы жасалады. Regular verbs деп тұрғанымыз ол дұрыс етістіктер сол. Affirmative болымды сөйлем. I played football yesterday. Мына жерде сіздерге етістікті қарамен белгілеп қойған. Played бұл жерде ойнадым деген сөз, яғни играл. Өткен шақта болып тұр. I played football yesterday. Мен кеше футбол ойнадым. Бұл жерде play бізде дұрыс етістік болғандықтан оған ed деген әріп жалғай қоямыз. Енді negative болымсыз түрі. Мен мысалы қарамадым, мен бармадым, мен көрген жоқпын деген сияқты. Өткен шақтағы етістікті қалай жасаймыз? Ол үшін didn't деген қосымша сөзді қолданамыз. He didn't watch TV last night. Көрдіңіздер ғой, he didn't деген етістіктің алдына шығады. He didn't watch TV last night. Ол өткен түні телевизор қарамады. Interrogative. Енді сұрақ қалай қоямыз? Өткен шақта. Did деген қосымша алдына шығады сұраулы сөйлемде. Did they play basketball this morning?
олар бүгін таңертең баскетбол ойнады ма деп сұрап тұр. Яғни қараңыздар, бізде негатив және интеррогатив болымсыз және сұраулы сөйлемдерде етістігіміз өзінің ең бірінші формасына қайтып келеді. Оған ешқандай да иде жалғамаймыз. Егер де болымсыз және сұраулы сөйлем болатын болса. Қалай жауап береміз? Егер иә болса, yes, they did болады, ал егер жоқ болса, no, they didn't. Немесе yes, I did, no, I didn't. Yes, she did, no, she didn't. Деген сияқты. Келесі етістіктердің екінші тобы бар дедім. Ол бұл дұрыс емес етістіктер, яғни бұрыс етістіктер. Егер де бізде дұрыс етістіктердің өткен шақтағы формасы ed қосымшасы жалғану арқылы жасалса, ал бұрыс етістіктерде олай емес. Себебі олар аттары айтып тұр ғой, олар дұрыс емес етістіктер болғандықтан олар ережеге бағынбайды. Сондықтан да олардың өткен шақтағы формасын тек қана жаттап алу керек. И все. Мысалы, болымды сөйлемде we ate a pizza yesterday. Біз кеше пицца жедік. Бұл жерде ate етістігі жедік, өткен шақта. Ал егер де жеп жатырмыз, жеп отырмыз болса, онда eat болады просто. Осы шақтағы формасы eat. Ал өткен шақта ол ate-ға ауысады. Енді болымсыз түрі қалай? She didn't go to the museum last week. Ол алдыңғы апта музейге бармады. Сұраулы сөйлем. Did you go to the party last Saturday? Сен алдыңғы субботада вечеринкаға бардың ба деп сұрап тұр. Енді қысқаша жауап берсек, yes, I did, no, I didn't. Өткен шақты білдіретін уақыт өлшемдері yesterday, кеше деген мағына, last week, алдыңғы апта, a month ago, бір ай бұрын, және тағы басқалар. Қазір екінші жаттығу. Астында берілген етістіктердің өткен шағын табу керек. Өткен шақтағы формасы come, келу деген мағынаны білдіреді. Келді деп айтатын болсақ, come, оның өткен шағы came болады. Екінші find, табу, found. Қараңыздар, come да, find да екеуі де бұрыс етістіктер. Сондықтан олардың өткен шақтағы формасы мүлдем басқаша. Иде, то есть иде жалғану арқылы жасалынбайды. Find it деп айта алмаймыз. Оның өткен шағы found. Үшінші change бізде дұрыс етістік, сондықтан оған тек қана иде жалғай қоямыз. Change it болады сонда өткен шағы. See бұл бұрыс етістік, көру деген мағынаны білдіреді. See, saw. Eat, жеу, eat-кі ate болады. Алтыншы try дұрыс етістік, иде жалғаймыз, tried. Have-кі өткен шағы had болады. Buy, сатып алу, buy-дікі bought. Look дегеніміз қарау, look at болады. On, go, бұрыс етістік, went, өткен шағы. Take, бұл да бұрыс етістік, took болады. Өткен шағы. 12, give, беру, gave. 13, listen, listened. Дұрыс етістік бұл бізде. Want, тоже дұрыс етістік, қалау, wanted. 15, make, жасау деген мағынаны білдіреді. Бұл бізде бұрыс етістік, made, өткен шағы. 4-ші жаттығу. Put the verbs in brackets in the past simple, which are regular, which are irregular. Жақшаң ішіндегі етістіктерді өткен шаққа қой. Қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс етістік. Соны табу керек. Hi Нұрлан, how are you? Guess what? Сәлем Нұрлан, қалың қалай? Не болғанын тапшы. My parents took me on a trip to London last weekend. Алдыңғы демалыста мені ата-анам Лондонға демалысқа шақырды. It, be-дің өткен шағы was болады.
was немесе were, ал мына жерде was сөзін қоямыз. It was great. Ол тамаша болды. We visit бізде дұрыс етістік, сондықтан да иде жалғаймыз. We visited the Victoria and Albert Museum and then we went shopping in Oxford Street. Біз Виктория және Альберт музейінде болдық және одан кейін Оксфорд көшесінде шоппинг жасадық. In the evening, кеште, we ate at an Italian restaurant. Италиялық ресторанда тамақ іштік. The next day, we saw amazing wax models of famous people at Madame Tussauds and then we walked to Buckingham Palace. Келесі күні біз атақты Мадам Туссадтағы модельдерді көрдік және одан кейін біз Бакингhamға бардық. I had an amazing time. Right back soon, Alex. Керемет уақыт өткіздім. Маған кері жаз. Алекс дейді. Қазір 5-ші жаттығу. Look at the picture and correct the sentences. Суретке қарап, мына берілген сөйлемдерді дұрыстап жазу керек. Бірінші, they went to a theme park. They didn't go to a theme park. They went to a museum деп жазу керек. Екінші, they went with their parents. Олар өздерінің ата-аналарымен барды. Жоқ, олар өздерінің ата-аналарымен бармады. Олар ата-әжесімен бірге барды деп айту керек. They didn't go with their parents. They went with their grandparents. Үшінші, they wore their school uniform. Ол өздерінің мектеп формасын киді. Casual clothes. Күнделікті киім киді деп жазу керек бұл жерде. Олар яғни өздерінің мектеп формаларын киген жоқ, күнделікті киім киді. They didn't wear their school uniform. They wore their casual clothes.